Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін осындай үй жағдайында балықтан сорпа жасайтын боламыз. Ол үшін бір пиязымызды алып, сорпаға турағандай етіп турап аламыз. Ортасындағы керек емес жерлерінің бәрін алып тастайтын боламыз. Бұндай сорпа өте тез, оңай дайындалады. Кез келген балықты алып жасай берсеңіздер болады. Менде бұл жерде сазан балығы, яғни 3-4 тілімін алып, осыдан мен үйдегі адамдарға сорпа жасадым. Сорпа өте грипп болған адамдарға, тұмау ауратқан адамдарға өте пайдалы. Міне видеода көрсетілгендей етіп пиязымды турап алдым. Енді оны ыдысымызды астын жай отқа қойып, үстінен сұйық майымызды құйып, үстінен туралған пиязымызды салып қуырмалап алатын боламын. Яғни кішкене сарғайғанша қуырмалап алатын боламын. Барлық ингредиенттерді описаниеде көрсетіп өтемін. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай көз мөлшерімен өлшеп салсаңыздар да болады. Енді аршылып менде дайын тұрған 2 картофелімді, яғни 2 картопымды осылай турап алдым. Сіздер өзіңіз қалағандай үйіңізде мысалы сәбіз болса, және де басқа да көкөністер болса қоссаңыздар болады. Мен енді үйдегі бар құрамдарды қосып, осыдан сорпа жасауды жөн көрдім. Енді картофелімізді осылай турап аламыз. Қызып тұрған жуамыздың, пиязымыздың үстіне картошкамызды салып, жақсылап қуырмалап алатын боламыз. Міне осылай картофелімізді салып аламыз, жақсылап қуырып аламыз. Қайта-қайта араластырып тұру керек, өйткені отта күйіп кететін болады. Сондықтан да тез араластырып тұрамыз. Енді мен бұл жерде азғантай ғана томат салдым. Негізінде сізде сәбіз немесе помидор қосатын болсаңыздар, онда томат салмай қойсаңыздар болады. Бұл енді сорпамызға кішкене әдемі түс беріп тұру үшін мен аздап қана қостым. Енді кішкене бір 5-10 минуттай отта қыздырып пісіріп алатын боламыз. Менде бұл жерде болгар бұрышы, яғни ол өзіміздің бақшамыздан алынған. Мен заморозить етіп қойғандықтан, осы замороженный болгар бұрышын пайдаландым. Сіздер енді өзіңізге қарай жаңа, свежий, яғни бұндай болгар бұрышын пайдалансаңыздар, немесе тіпті болгар бұрышын қоспай қойсаңыз да болады. Оның үстінен мен осындай 2 литрдей су құйдым. Бұл су менде алдын ала қайнатылған, кішкене жылып тұрғандықтан тез осылай кішкене қайнап болмады. Қайнағаннан кейін астын жайлатып, үстіне қажетті осындай приправаларымды салдым. Менде бұл жерде кептірілген чеснок, қара бұрыш, аздап тұз, сосын лавр жапырағы. Тұзым аз болғандықтан үстіне тағы да тұзды қосу керек болды. Осылай салып алып, араластырып, енді аздап бір 15 минуттай қайнатып аламыз. 15 минуттай жай отта қайнатамыз да, оның үстінен енді балығымызды жайлап салатын боламыз. Осылай бірден салып жіберсеңіз де болады, немесе жаймен ақырындап салсаңыз да болады. Сорпа өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса достарыңызбен бөлісіңіздер. Видеом ұнап жатса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Қандай рецепттер ұнайды сізге, соны жазып қалдырып кетіңіздер. Келесіде жасауға тырысатын боламын. Енді барлық балықтарымызды салып болғаннан кейін суымыз осы балықтың бетін аздап қана жауып тұруы керек. Аздап қана су қостым мен. Енді бұл сорпамызды 30 минуттай жай отта пісіріп алатын боламыз.
шамамен 30 минут, 25-30 минут өткеннен кейін осылай сорпамыз пісіп дайын болады. Ыстық күйінде осылай ыдысқа құйып, бетінен петрушка, зелень, не бар, қандай аскөк бар сізде, сондай салып берсеңіздер, өте керемет дәмді болады. Видеом ұнаса лайк басыңыздар, достар.